Қайырлы кеш, барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мені көп адам іздепті, Мәдина, қайдасыз, неге жоқ болып кеттіңіз деген сияқты. Мен бүгін бір кешке дейін инстаграмнан демалып, миымды тынықтырып, үйде болдым. Қазір жұмыстармен қалаға шықтым. Бізде басты жаңалық, керемет жаңалық, біз біргеміз. Бақыт тілеп жатқан жандарға көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Кешке бізде керемет кездесу болады, салатын боламыз. Сол көп қыздар менен сұрап жатады, сіз қандай парфюм қолданасыз деген сияқты. И жанында жүрген адамдар да айтады, сенің үстінен бір күшті иіс шығып тұр деп. Қазір мен өзіме обновление жасадым, парфюм сатып алдым, анпакинг жасайтын боламын, күтіңіздер. Қайырлы күн, құрметті достар, таудамыз. Өзім Алматыда 6 ай болды жүргеніме, бірақ бірінші мәрте келіп тұрмын. Қараңыздаршы, табиғатын өте керемет. Командамен жүрміз. Ассалаумағалейкум деп қойыңыз. Нұрекең бастаған команда. Жасымызда, үлкенімізде бәріміз кіші демей, үлкен демей, осы бір жұмысты бірігіп жасап жатқан жөндеріміз бар. Атак керемет. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Баршаңызға қайырлы күн. Осылай сөйлеп сторис салу енді бұйырған екен. Кеше 1000 түннен қайырлы қадір түнін қарсы алып, Аллаға шүкір. Енді осыған тура келді деп ойлаймын, өйткені бір примерно белгілері көрінді, және бір түн өте берекелі өткен сияқты сезілді маған. И бүгін енді ұйқымызды қандырып тұрып, сол себепті кеш шығып жатырмыз сторисқа. Жұмыстарымызды, бір-екі жұмыстарын бітіріп келдім үйге. Маманы құттықтап жатқан барлық қолдаушыларға, барлық ізгі ниет білдіріп жатқан жандарға рахмет айтқым келіп тұр. Енді өте айта алмаймын, дайрек жарылып жатыр. Барлық хаттарыңызды оқып берем, тыңдатам. Барлығыңызға көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Сіздерге де сондай барлық жақсылықты тілеймін. Ата-анамызды қуантып, осылай сіздердің арқаларыңызда да мама одан сайын қуанып, мәз-мейрам болып жүр. Енді 100 жасасын деп жатыр ғой, бұйырса барлық бақытты, байлықты анамызға тілеп жатырмыз ғой. Сіздерге алғысым шексіз. Және қазір біз бір жерге барамыз. Алдыңғы сториста белгілеп кеттім. Футболға күшті бір қызық тартысты ойынға бара жатырмыз. Және алдын ала айтып кете салайыншы, ертең біз бұйырса Ақтоғын екеуміз жалпы ауыз бекіткен жандарға құрма мен су таратқымыз келіп тұр. Бірақ ол жерде қаражатты біз қайдан аламыз деген сұрақ болса, сіздер менде актуальныда тұр ғой, жай намаздар сатып жатырмыз. Содан түскен қаражаттың 30%-ін жинап қойып жатырмыз. Сол ақшаға сіздердің аттарыңыздан почти бір адамның аузын ашуына себепші болайын деп тұрсыздар. Егер сіздер тағы да жай намаздар сатып алатын болсаңыздар, біз одан да көп адамға таратамыз. Өте үлкен сауап қой, негізі біреудің аузын аштыру деген сияқты. Бұйырса сондай бір жақсы іске үлескер болғыңыз келсе, сізде сондай қосылғыңыз келсе, жай намаздар сатып алғыңыз келсе, актуальныйда тұр. Сол жерде қандай түрлері, түстері бар, барлығын білесіздер. WhatsApp ссылка сол жерде бар. Кіріп тапсырыс берсеңіздер болады. Қараңыздар, әдейі далада түсіріп тұрмын. Байқасаңыздар, арасында жасыл ресницалар бар. Әдейі істеттім. Менің көзімнен кішкене ойнап, бір ерекше көрініс берсін деп, қарауға приятно болсын деп. В общем, бұл жұмысты оценить ету маған енді ұят болар. Себебі бұлар чемпиондар. Лошмейкерлердің араларында да жарыстар болады. Сонда жеңіп, кубоктар алған, бада көрсеттім. Осында бір міні жоқ жұмысты жасайтын қыздар іздесеңіздер, осы жерге келіңіздер. Ал егер де өздеріңіз мастер болғаныңыз келсе, тоже жерден келіп оқып алыңыздар. Костюмердегі полканы әкеп тастадық. Енді бүкіл костюм туфлиларды түгендеп. Удобно. В общем, міне бәрі осылайынан толып тұр, туфлилары барлығы мында. Енді мынаған бәрін сіздеру керек. Бұйырса той сезонымызды ашып қойғанбыз. Шүкір, апрель уже почти забиты, достар. Сол себепті апрельде бар бір-екі дата бос. Кстати, ертең бос біз. Потом қай күн болды? Келесі апта бос емес. Короче, бірнеше күн бар, 2-3 күн бар бос. Одан кейін уже майға бөлініп жатырмыз. Сол себепті асығымыздар бұрын қойып үлгеріңіздер. Және де тойларымыз қаласын бұйырса күшті өткіземіз. Сол біз кеттік.